100% деңіз. 100%. Енді Нұрсұлтан Назарбаев айтты. Елбасы. Енді Ақсу қаласында дискриминация, ақпарат тек орыс азаматтарына ғана арналған. Оны енді білмеймін, егерде жаңағы кісі қорғап жатырды, ол енді бізге практикант болып келді. Енді кәсіпорынды практиканттан алғанда тек қана қазақ білмейтін практикант. Жаңа кісі дейін сен бе? Жоқ, ала жүзді практиканы кіреберсін қылған сол күні. Бізге сол енді отдел кадрлық бар, тағы қандай доместитиктер бар, олар ана қарап көріп кадр бөлімі, орынбасарлар деген бар ғой. Енді бұлай. Енді мен сізге тағы бір минут айтайын. Мысалы, Қостанайда қалай проблема шешіліп жатыр? Біз акиматпен келістік, меморандумға тұрдық, тіл майданы қозғалысы. Сосын мысалы Қазпоштада проблема болды, онда сол бүкіл қазақ тілін білмейтін адамдарды жинады, акиматқа бесплатный курсқа жіберді, айтты. Қарақтарым, міне тіл майданы келді, олардың талаптары заңды. Если хотите жұмыс істеуге деп енді адам сондай. Барыңдарда қазақша оқыңдар, сосын бесплатный курс бар, Павлодарда да акиматы бар. Барып оқып, бірақ ақпаратты міндетті түрде мемлекеттік тілде бірінші приоритет болды. Сіздерде приоритет орыс тілі болды. Ресей Федерацияның заңдары Ақсу қаласында жүреді. Сол болды. Енді Ресей Федерациясының заңы Ақсу қаласында жүреді дегеннен кішкене шындыққа жанаспайды. Біз енді өзіміз заңгерміз. Енді бұлай, осылай деп тұрған жоқпын. Оның бәрі өзіміз қазақтың баласымыз ғой. Мен өте түсініп тұрмын. Жаңа Қостанай бойынша жасаған іс-әрекеттеріңіз өте ойға қонымды екен. Жаңағыдай мен жергілікті атқарушы орган әкімшілікке шығайық, оқыту курстарына жіберейік, мен адамдардың барлығына прям бұйрық шығарып тұрып оқытуын міндеттеймін. Міне оқыңдар. Bir жағынан ол тегін болып жатыр дегенде. Ал ары қарай оқып меңгеріп кете ме, кетпей ме, адамның өз қабілеті. Егер меңгере алмаса, онда ше меңгеретін басқа тіл білетін адамды аламыз жұмысқа. Ол біздің қолымызда. Сондықтан сол бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып дейді ғой, қоян қолтық. Осылай жұмыс дегеніміз дұрыс болатын шығар. Бір-бірімізбен ұрысып, соқтасып, енді мен әлгі оңтүстіктің жігітімін, шала қазақ емеспін, мына жерде қазақша сөйлесетін болсақ, әжептәуір енді айтпаймын, ақын жазушылардың деңгейі деп. Бірақ бір өзімнен сөзді жаңадан етем. Сондықтан солай қылайық. Енді бұл жердегі Прилипенко Людмила Александровна деген кісі өзі қалай жұмыс істедім, Қазпоштаға еңбегін сіңірдім, 28 жылдық тәжірибем бар жұмыс деп жаңағыдай нетіп жатыр. Енді мен ол кісінің олқылықтары көп жұмыста. Міне қазірдің өзінде бір-екі бұйрық, аналожение, дисциплинарное взыскание, жаңағыдай тәртіптік жаза қолдану туралы жаңағыдай ескерсеңіздер, міне бізде қазақша шығады, тәртіптік жаза қолдану туралы. Людмила, сіз көрсіз, өз-өзіңізді көзіңізді жеткізіңіз.